Қалдық маталарыңызды пайдаға асырғыңыз келе ме? Онда осы видеоны аяғына дейін көріп тамашалаңыздар. Сәлем достар, қыз-келіншектер, құрбылар. Бүгін сіздермен тігін өнері каналының авторы Балжан Асқарқызы. Видеоны досыңызбен бөлісіп, бірге тамашалаңыз. Ал енді сіздерге бұл нәрсені жасау үшін тек қана астына 20-20 немесе 15-15 А4 немесе дәптер парағы болсын қағаз дайындап аласыздар. Соның ортасынан бастап, мен видеода көрсеткенімдей, бірінің үстіне бірін бастырмалатып тігіп, сол астындағы дайындаған квадраттың беті біткенге дейін соны толтырып шығасыздар. Толып болғаннан кейін уже сол қағаздың квадратына қарай матаның шет жақтарын қайшыларыңызбен қырқып, реттеп, өз квадрат қалпына келтіріп аласыздар. Қалпына келтіріп болғаннан кейін үтікпен бір басып, айналасын сол қағазға айландыра бір бастырып тігіп шықсаңыздар да, ол өздеріңізге өте ары қарай жұмыс жасағандарыңызға өте ыңғайлы болады. Бәрі болғаннан кейін мынандай астындағы қағазды кейін жыртып алып тастай салсаңыздар да болады. Ол ешқандай да не болмайды. Міне мен айтқандайдай міне бұйым дайын болды. Енді жаңағы айналасын бастырып тігіп, қайшымен қырқып дайында. Өткен видеоларда да көрсеткенмін, тағы да айта кетейін. Оған жаңағы ені 2,5 см ұзына бойы мата қиып аласыздар да, соның арасына жгут қойып, лапкаларыңыздың жаңағы бір жаны жоқ келте лапкалар болады. Специально сол жаңағы не тіккенге, жгут тіккенге арналған. Соны пайдаланасыздар міндетті түрде. Ол өйткені жгуттың жанын тақап тіге алады. Сол кезде жгуттарыңыз өте әдемі көрінеді. Сол жгутты айландыра жастықтарыңыздың айналасына орналастырып шығасыздар. Ол жгутты орналастырған кезде де жаңағы сол лапкаңыздың сол арнайы сол жгут тігуге арналған несін пайдаланасыздар. Одан ары қарай уже жастықтың астыңғы бетіне көшеміз. Астыңғы бетіне замоктарыңызды орналастырып, осы жастық бетінің размеріне шығатындай етіп астын дайындайсыздар. Мендегі мына квадрат көз қазір 20-20 болды. Енді ары қарай жастықтарыңыздың бетінің көлемін үлкейтіп аласыздар. Мынандай етіп қағазын жыртып алып тастай саласыздар. Ол өте оңай. Ары қарай видеоның аяғына дейін тамашалаңыздар. Бәрі түсінікті көрсетілген. Барлықтарыңызға сәттілік. Келесі видеоларда осындай жаңағы қалдық маталардан жаңағы көрпеше бетінің құралып шыққан көрінісін көрсетіп түсіндіріп шығатын боламын. Соны жіберіп алмаңыздар. Келесі видеоларда жолыққанша сау сәлемет болыңыздар.